Армысыз, қадірменді көрермен. Эфирде ой қозғау подкасты. Подкастымыздың мақсаты қазақ тіл білімі мен ғылымын, әдебиеті мен лингва мәдениетін дамытудың жолдарын талқылау. Өйткені кез келген елдің күші сол елдің білімі мен ғылымында. Бүгінгі біздің сұхбатымыз ахметтанудағы ашылмаған деректер тақырыбына арналмақ. Алдымен спикер болып келген ғалымымызды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Филология ғылымдарының кандидаты, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, Алаш арысы Қошке Кемеңгерұлының ұрпағы Қайырбек Кемеңгер. Қош келдіңіз, құрметті Қайырбек Ризабекұлы. Осыдан 101 жыл бұрын 1923 жылы Ахмет Байтұрсынұлының 50 жылдығына арнап Мұхтар Әуезов мақала жазған екен. Сол жердегі ахаңның болмысы мен тарихи тұлғасына қандай баға берген еді? Бүгінгі күн сол өзекті ме? Қайырлы күн, құрметті көрермен. Алма, ахаң ой ойлаған қазақтың сол алаш арыстары өздері айтпақшы, қазақтың оқыған азаматтарының тұңғышы деген ахаңа баға берілген заманында қазақ зиялыларының ішінде тұңғыш мерейтойы тойланған Ахмет Байтұрсынұлы. Оны енді барлығымыз жақсы білеміз. Өзіміз еліміз тәуелсіз ел болғалы 150 жылдығы ЮНЕСКО деңгейінде аталып өтті. Сол Мұхтар Әуезовтің әйгілі мақаласында, қазір кітаптың көлемімен санағанда бұл енді бір 5-6 беттік мақала ғой, үлкен. Ахаңның қазақ тарихындағы орнын, қазаққа сіңірген еңбегін тұжырымдап айтатын болсақ, былай деп жеткізуімізге болады. Ахмет Байтұрсынұлы әдеби шығармашылығы мен саяси күресімен жол бастап жастарға үлгі салды. Қазақ оқушысының ойы мен пікірін тәрбиеледі. Қазақ жастарының ойына елшілдік пікір сіңірді. Қазақ жастарының ойына елшілдік пікір сіңірді. Патриотизм дегені ғой. Елшілдік деп отырғанымыз, яғни ел бола аласың деген сананы, пікірді қазақ жастарына Ахмет Байтұрсынұлы ойына сіңіріп отыр. Қаламынан өсиетті сөз, үлгілі ой қалдырды. Патша заманында үкіметтік өр зорлыққа қарсы ұран тастады. Оқу бағытында өрнекті жол көрсетті. Бұл ретте енді қазақтың оқу 20 ғасырдың басында ескіше қадымшы оқу болды. Ахаң бастаған алаш арыстары, соның басында енді Ахмет Байтұрсынұлы тұр. Жаңаша жәдиче оқудың, төте оқудың көш басында тұрған қайраткер ғой. Жаңа мазмұндағы ұлт мектебін ашты. Ұлт мектебі деп отырғанымыз тағы да бұл ретте ескіше ұлт мектебі ғасырдың басында ғана қалыптасты. Оның ар жағында Абырайдың еңбегі зор. Абырайдың еңбегін Ахмет Байтұрсынұлы жалғастырды. Әсерлі анық сөзі мен патшалық биліктің қауіпті пішінін айқын әшкереледі. Патшалық биліктің қауіпті пішіні деп отырғанымыз патшалық биліктің қазаққа қатысты миссионерлік саясаты, қазаққа қатысты отарлау саясаты. Осылардың барлық Ахмет Байтұрсынұлының еңбегінде, қызметінде, өлеңінде, аудармасында, жазған мақаласында барлығы айқын көрінген. Санасы тұман қазақ жұртына елдігін жоғалтқаны жайында ескертті. Санасы тұман қазақ жұртына елдігін жоғалту деп отырғанымыз, расында да қазақтың соңғы ханы хан кене опат болғаннан бері арада жарты ғасырдан астам уақыт өткенде алаш арыстары тарих сахнасына көтерілді. Қазақтың санасына елің жоқ, мемлекетің жоқ деген сананы қазақтың санасына сіңіруге Ахмет Байтұрсынұлы өте үлкен еңбек етті. Мектептегі жас балалардың сезімін түзу жолға беттеді. Жас буынның жаңа туып келе жатқан әлсіз ойын жол мұңдалап жетегіне алды. Теңіздің ішінде жылжып бара жатқан қазақ елі қайығының еспесі жоқ екендігін білдірді. Ахаңның өлеңі бар, қазақтың қалпы, қазақтың салты деген. Міне осы өлеңін Мұхтар Әуезов айтып отыр ғой. Теңіздің ішінде жылжып бара жатқан қазақ елі қайығының еспесі жоғы екендігін білдірді. Қаупінді ескертіп тұр дейді ғой енді. Және қазақ газетін шығарып, туған елін ұйқысынан оятып, денесіне қан жүгіртті. Қазақтың еңкейген кәрісінен бастап еңбектеген жасына дейін түгел ой түсірді. Ел қамы, ел мұңы деген сөздерді аузынан тастамады. Елшілдік ұранын салып, ел ішіне арманды сөзін жайды. Төңкеріс рухтағы 40 мысалды жазып, елдің шын қамқор екендігін байқатты. Қазақ оқушысына елшілдік ұранды масаны берді. қазақ мектебіне тіл құралы, оқу құралы, әліппе астары, мәдениет тарихы секілді керекті кітаптар жазып,
ісін де уақытын да сүйікті қызметіне арнады. Жүрекке жылы тәтті өлеңдерімен жас буынның әлсіз ойын тәрбиеледі. Қазақ халқының ана тілін түрледі. Бұл біздің жаңа Мұхтар Әуезовтің әйгілі мақаласындағы негізгі ойды тұжырымдап қағазға түсіретін болсақ, міне осындай баға. Бұдан артық айтуға да болмайды. Шын мәнінде Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан бастаған алаш арыстары 20 ғасырдың басында қазақтың бағына туған тұлғалар дер едік. Пассионар тұлғалар. Жаңағы ғасырда бір туатын, мыңжылдықта бір туатын, расында да өте қайсар үлкен қайраткерлер. Біздің пайымдауымызша тегінде Мағжанның өзінің де сөзі бар ғой. Аз ғана жылдық ояну дәуірімізге көз жүгіртсек дейді. Мағжан айтады, ояну дәуірі деген сөзді айтады Мағжан. Педагогика кітабында аз ғана жылдық ояну дәуірімізге көз жүгіртсек. 1905 жылғы Қарқаралы құзыр хаты бұл ояну дәуірінің басы, ресми басы, алаш қозғалысының бастауы, Қарқаралы құзыр хатының жазылуы. Ахмет Байтұрсынұлы осы құзыр хаттың дайындалуына, жазылуына тікелей атсалысқан, басында болған. Әлихан Бөкейхан, Жақып Ақбай, Ахмет Байтұрсынұлы бастаған алаш арыстары 1905 жылдан бастап бастарын бәйгеге тігіп, қазақтың жер үшін, тіл үшін, дін үшін, болашақтағы тағдыр үшін осындай үлкен бір саяси науқанға кірісті. Қайырбек аға, енді бұл бізге белгілі шындық. Ал қалай ойлайсыз, алаш ұрпағы, алаш мұрасын зерттеуші ретінде зерттеушілер қай тақырыпқа үңілемей жатыр? Халыққа қандай шындық әлі жеткен жоқ? Мысалы, құзыр хат туралы оның ауқымы, сол одан кейінгі көптеген реформалардың басталуына түрткі болған білеміз. Ал қандай шындықтар әлі жеткен жоқ халыққа алаш туралы? Алаш жайында тікелей Ахмет Байтұрсынұлына қатысты айтатын болсақ, енді бүгінде Ахаңның академиялық толық 6 томдығы жарық көрді, 12 томдық еңбегі жарияланды. Ахмет Байтұрсынұлының мұрасы бойынша қаншама диссертациялар қорғалды, монографиялар жазылды. Менің енді өзімнің пайымдауымша Ахмет Байтұрсынұлының мына омбы кезеңі әлі толық зерттеле қоймады. Ахмет Байтұрсынұлы 1900 өзіміздің енді пікірімізше өзінің де енді хатында жазады, Міржақып Дулатұлына жазған хаты бар. 1902 жылдан 1904 жылға дейінгі аралықта Ахмет Байтұрсынұлы Омбы қаласында Батыс Сібір генерал-губернаторының енді кеңсесінде Ақмола облысының білім беру инспектор народных училищ Акмолинской области Алекторовтың қарамағында іс жүргізуші болып қызмет істеген. Делопроизводитель, бүгінгі тілмен айтқанда, іс жүргізуші болып қызмет істейді. Алекторов бүкіл осы Ақмола облысының осы білім мектеп мәселесін ұйымдастырушы генералдың кеңсесіндегі үлкен қызметкер. Алекторовтың қарамағында қызмет істеген Омбы кезеңі әлі де толық зерттелмей жатыр деп ойлаймын. Өзіміз Омбының архивінде жұмыс істеген уақытымызда осыдан енді біраз жыл бұрын Ахмет Байтұрсынұлының өзінің қолжазбаларын кездестірген едік. Алекторовтың қағаздарының ішінде делопроизводитель Ахмет Байтұрсынұлы деген өзінің қолтаңбалары бар, қол қойған құжаттары бар. Енді ол туралы өмірбаянында айтылады, бірақ әлі де Омбының архивінен менің өзімнің пайымдауымша Ахаңға қатысты тың деректер, тың дүниелер табылады. 2001-2000 жылдары бұл құжаттарды сол жерден көрген едік. Кейін Ахметтанушы Алмасбек Әбсадық профессор алаштанушы Ахаңға қатысты кітап жариялады. Оның ішінде де айтылады. Дей тұрғанмен, Ахаң неге Алекторовтың қарамағынан қызметтен кетті? Алекторовтың миссионерлік саясатын қолдамаған Ахмет Байтұрсынұлы бала оқытуға қырға кетеді. Ол Омбыда қала берсе, Омбыда о заманда Әлихан Бөкейхан, Жақып Ақбай, Отыншы Әлжанұлы, Айдархан Тұрлыбайұлы, Ереже Бейтбайұлы, Райымжан Мәрсекұлы секілді алаш қайраткерлерінің үлкен шоғыры болашақта Алашорда ұлт кеңесінің мүшесі болған, Алашорда ұлт кеңесінің орынбасарлары болған қайраткерлер Омбы қаласында болды. Бірақ Ахмет Байтұрсынұлы Алекторовтың миссионерлік саясатын түсінгеннен кейін Омбыдан кетіп қалады. Осындай бір жағдайды мен әлі де тереңірек зерттеу керек деп ойлаймын.
және оның сол жердегі позициясы, құндылығы, шешімі мүмкін қазіргі жастарға тың ой беретіндей, құндылық қалыптастыратындай пәрменге ие болуы мүмкін дейсіз ғой, иә? Ол миссионерлік саясат ол ертеден басталған. Ыбырай Алтынсариннің заманында өзіміз жақсы білеміз. Алтынсарин орыстың мектебінде оқыды, орыстың графикасында қазақ хрестоматиясын жазды, орыстың мектебін ашты. Алтынсарин орыс үкіметіне адал қызмет етуге мәжбүр болды. Бірақ ар жағында ниеті, Ыбырайдың ниеті қазақты ағарту, қазаққа білімді шашу. Сол Ыбырайдың еңбегінің арқасында ахаңдар сол торғай топырағынан түлеп шықты ғой. Ахмет Бірімжанұлдар, Міржақыптар, бұлардың барлығы қаулап, Мұхамеджан Сералиндер барлығы Ыбырайдың мектебінің Хұсни Жамал Нұралыхановаға дейін, қыздарға дейін. Осылардың барлығы. Ал Смағұл Садуақасұлының әйгілі баяндамасы бар ғой, 26 жылы Ташкент қаласында Қазақстанда қазақтың тұңғыш жоғарғы оқу орнының ашылуына қатысты жасаған баяндамасында Ыбырай Алтынсариннің тағдыры 19 ғасырдағы оқыған қазақтың трагедиясы дейді. 19 ғасырда Ыбырай оқығысы келді, оқиын десе патшалық империяға, миссионерлік империяға қызмет ету керек. Ал екінші жағында қазағы тұр, өзінің туған халқы тұр, олардың тағдыры тұр. Сондықтан Ыбырай өзі ұзақ жасаған жоқ қой, 89 жыл дүниеден озды, небәрі 48 жыл. Сонда Ыбырай айтады, мені жаназамды шығарыңдар, мені мұсылманша жерлеңдер, менің жаназама бірде-бір орыс танысым, орыс досым қатыспасын деп өсиет етіп қалдырған екен. Бұл Ыбырайдың трагедиясы 19 ғасырда. Ахаңның заманында, 20 ғасырдың басында ахаңдар көп болды. Ол заманда Ыбырай жалғыз еді. Ал енді 20 ғасырдың басында алаш қозғалысының ерекшелігі де бұл ретте оларды енді үлкен шоғыр қаулап көтерілді 20 ғасырдың басында. Сөйтіп барып, енді оның орыстың бірінші төңкерісі де әсер етті, мемлекеттік думаның шақырылғаны да әсер етті. Сәл-пәл либералдық қозғалыстар. Либералдық қозғалыстар, қазақ тілінде газеттердің шыға бастағаны да әсер етті. Оның барлығын енді ұйымдастырушы алаш қайраткерлерінің өздері ғой, Шаймерден Қосшығұлдар. Сондықтан ахаңның заманы енді 20 ғасырдың басы Ыбырайға қарағанда мүлде бөлек еді. Жалпы менің енді өзім мынандай бір салыстыру жүргізгім келеді. Әрине бұл енді кішкене қисынға келе ме, келмей ме? Европаның оянуы, Европаның ренессансы. Бұл 15 ғасырда басталды. 15 негізгі үлкен ояну 14 ғасырда басталды. Бірақ оның бастауында, ар жағында Италиядағы Петрарка, Данте, Боккаччо тұр. Солардың алғашқы ғылымдағы, өнердегі, әдебиеттегі ашқан жаңалықтары ренессанстың бастауында тұрған осы үш тұлғаның нәтижесі кейін Италияда жалғасты. Италия топырағында 14-15 ғасыр, ары қарай Испания, Франция, Германия, сөйтіп Англия болып бүкіл Европа оянды да, Европаның оянғаны, ренессансы Европаның ғылымын алға сүйреді, Европаның техникасы дамыды, Европаның өнері дамыды. Бүкіл Шекспир ғылыми техникалық революциялар орнады, баспа кітабы шығып дегендей. Бірнеше ғасырға созылған ренессанс Европаны әлемнің алдына алып шықты. Тура сол секілді біздегі жағдай, енді әрине ондай кеңістікте, ондай ауқымда емес, бірақ 19 ғасырдағы Шоқан, Ыбырай, Абай Европадағы ренессанстың басында тұрған, негізін қалаған. Данте, Петрарка, Боккаччо секілді маған солай көрінеді. Әрине. Кейін 20 ғасырдың басында Әлихан бастаған, Ахмет бастаған алаш арыстары қазақты оятты. Мағжанның айтып отырған тегін емес, аз ғана жылдық ояну дәуірімізге көз жүгіртсек, ояну дәуірі деп отырғанымыз жаңа ренессанс. Алты-алаштың баласы бас қосса, төрдегі орын мұғалімдікі дейді ғой. Мағжанның әйгілі сөзі. Сондықтан алаш бұлар үлкен ренессанс тұлғалар, үлкен пассионар тұлғалар. Соның енді көсемі Ахмет Байтұрсынұлы, алаштың рухани көсемі. Сол Боккаччомызға келсек, біздің қазақтың бас ақыны мақаласынан Ахмет Байтұрсынұлына Абай шығармаларына терең әсер еткендігін көреміз. Абай сөздер дүнияда қалғаны қазаққа зор бақыт деген пікір айтады. Бізге не меңзеп тұр? Біздің Данте, біздің Боккаччо дегенді басқаша айтып тұр ғой, яғни, Абай болмағанда, жалпы Абай болмағанда ұлт азаттық алаш қозғалысы дәл сол кеңістікте, дәл сол мазмұнда қанат жаймас еді деп ойлаймын. Себебі
басы Әлиханнан бастап, Ахаңнан бастап, Міржақыптан бастап, алаш арыстарының барлығының еңбегінде Абайдың сөзі бар. Абайға арнап ең тұңғыш мақала жазған Әлихан Бөкейхан, көзінің тірісінде жазған 1904 жылы. Кейін Ахмет Байтұрсынұлы Абаймен жолыққысы келді. Абайдың қазақтың бас ақыны деген мақаласы 1913 жылы Қазақ газетінде жарық көрді ғой. Кейін іле-шала Міржақыптың мақаласы Абай деген. Бұл абайтанудың басында тұрған теңдессіз зерттеулер. Абайды расында да шын мәнінде дүниеден озған Абайды қазақтың сөз өнеріне, қазақтың әдебиетіне, қазақтың әдеби тілдің реформалануына, бұлардың барлығына Абайдың сіңірген еңбегі. Екіншіден, Абай өзінің өлеңінде, қара сөзінде қазақ қоғамын өзгерткісі келді. Қазақ әлеуметін өзгерткісі келді. Қазақ қоғамы ізгіленсе, қазақ қоғамы алға басса, қазақ қоғамында оқу білім салтанат құрса деген концепцияны Абай өзінің өлеңдерінде, шығармаларында жазып, жайып қалдырып кетті. Сол тұжырымдаманы алаш арыстары өздеріне негіз етті. Ахаңдар Абайға үнемі сүйенеді. Мысалы, Смағұл Садуақасұлының сол Ахаңның 50 жылдығында жасаған баяндамасында ұлт тарихында біз үлгі тұтатын Темірқазық бес тұлға деп тізіп көрсетеді ғой. Соның бастауында арғы тарихымызды айтпағанда бергі 19 ғасырдан тарқатқанда алдымен Кенесары хан, одан кейін Шоқан, Ыбырай, Абай дейді, және 5-ші арамызда отырған Ахмет Байтұрсынұлы дейді. Бұл бес тұлғаны қатар қояды. Қазақтың осы жаңа тарихында қазақты қазақ еткен, қазақтың басын біріктірген, қазақты ұйыстырған, мынау рулық тайпалық деңгейде көшіп қонып жүрген қазақтың басын біріктіріп, ұлт азаттық алаш қозғалысы Ахаңдар қазақтың санасын елдік санаға көтерді ғой. Осы жағынан келгенде Абай дегенмен 19 ғасырда өмір сүрді. 20 ғасырдың басында жазған дүниесі көп емес. Негізі Абайдың ғасыры 19 ғасыр. Бұл енді зар заман дәуірі. Өткенді көксеу дәуірі. Абай өзі жаңағы қазақ хандығынан жойылған кезең. Мынандай бір тағы да үлкен бір аналогияны байқауға болады. Абай өмірге келген 1845 жыл Кенесарының опат болған кезеңі. Кенесарының ақ туы құлап, қазақ өзінің хандығынан жойылған кезең. Кенесарының заманында билер институты болды, батырлар институты болды, ғасырлар бойы қалыптасқан мемлекетті басқару жүйесі болды. Бұның барлығы енді Абай кезеңінде жоқ. Абай өмірден өткеннен кейін 1904 жылы алаш арыстары сол арғы Кенесарының рухын, Абайдың жаңағы білімін, ғылымын, тұжырымдамасын жүзеге асыруға ұмтылды. Мектеп оқушыларына абайтану сабағын қосайық дедік. Оқушыларға арнап абай тілі сөздігін құрастырамыз дедік. Жалпы жасөспірімдерге абай несімен құнды, ұлы ақынды жалпы қазіргі заманда, қазіргі жастардың ерекшелігіне сай қалай насихаттаған жөн? Студенттермен кездескенде студенттерге мен мысал ретінде қазіргі жастардың үлкен бір проблемасы, мәселесі бұл әлеуметтік желі. Жастар жүректің ырқымен жылтыраған дүниеге қызығып кетеді. Енді ол ессіз жүрек аспанға қол сермеді, ессіз жүрек ақылға жол бермеді деп Мағжанда айтады ғой, ессіз жүректің адамды билеп кететіні. Сол ессіз жүрек демекші әлеуметтік желі, жылтыраған планшет, телефон, бұның барлығы адамды көп ақылды дүниеден адастырады. Шын мәнінде осы ретте мен үнемі студенттерім айтып отырамын. Біздің осы мына заманымызды Абай бір ғасыр, бір жарым ғасыр бұрын өзінің анау 5 асыл іс, 5 дұшпан өлеңін жазып қалдырып еді ғой. Сонда жаңағы талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым деп 5 асыл ісін түзетті. Ал енді байқап қарасақ, қазіргі мынау жалт-жұлт еткен әлеуметтік желі, оның енді пайдалы жағы да бар. Бір-бірімізді көреміз, бір-бірімізбен байланысқа шығамыз, хабарласамыз. Бірақ егерде мөлшерін білмесең, уақытыңды сарп етсең, пайдасыз, ақылсыз соған құл болсаң әлеуметтік желіге, онда Абайдың 5 дұшпаны тура сол адамға арналған секілді деп мен айтам студенттерге. Мысалы, өсек. Уақытыңды білмесең, кешке дейін отырсаң, өсектің барлығы сол әлеуметтік желіде. Қай әңгіме рас екенін, қай әңгіме өтірік екенін ажырата алмайсың. Әлеуметтік желідегі дүниенің барлығы, былайша айтқанда шын мәнінде көбісі өсек. Көп бөлігі, көбісі өсек.
өтірік дегеніңіз де және солай. Дезинформация, фейктер толып жатыр. Фейгімізді, дезинформациямызды соның ішінде тұнып тұр енді. Мақтаншақтық деген келетін болсаңыз, енді кім көрінген өзінің ішкенін, жегенін, кигенін, анда барған, мында барған, кешке дейін мақтанатын Дәрежеге жеттік. алаң ол әлеуметтік желі. Өсек, өтірік, мақтаншақ болды ма? Еріншектік. Енді кешке дейін отыратын болсаңыз, тірлігің бітпейді. тиктокта, инстаграмда нағыз жалқаулық баса береді, сізді батпаққа батыра береді. Сондықтан еріншектіктің нағыз көкесі сол адамның қасында болады. Еріншектік ол жабысқан адамның үлкен бір дерті ғой. Және де Мал шашпақтық деген енді қайдан байисың сен? Малыңның да уақытыңның да шашылуы сол емес пе? Мал табу үшін адам уақытын жұмсау керек. Ал енді мал шашылғаннан кейін саған уақыт шашылғаннан кейін мал қайдан келеді деп студенттерге айтып жатсам, ағай мынау ойланатындай жағдай екен деп қояды өздері. Енді шын мәнінде көп қой енді әлеуметтік желінің бізге әкелетін пайдасы да бар, бірақ зияны да көп. Осы жағынан алғанда Абайдың сөзі ескірмейді. Абай әр заманда жаңарып отырады. Абай бізден кейін де, бір ғасырдан кейін де кейінгі ұрпақ Абайды өзінше тәпсірлейді. Тәпсірлеп түсіндіреді деп ойлаймын. Жақсы. Оны алғаш Абайды оқырманға таныстырған Қазақ газеті, алғаш таныстырған Алаш арыстары, алғаш Абайды насихаттаған, ту етіп ұстаған. Мынандай бір қызықты жағдайды айтуға болады. Мысалы, Алаш арыстарының басына қауіп төнгеннен кейін 30-шы жылдары олардың оқулықтан есімдері алынып тастап, еңбектері, өлеңдері, көркем шығармалар мүлде шеттетілді ғой. Сол бір қиын қыстау заманда 37-ші жылғы науқанда, 37-38-ші жылғы қанды қырғын 37-те оқулықтардан, мектеп оқулықтардан Абайдың да өлеңдері алынып тасталған екен. Енді өмірден өтіп кеткен, қайтыс болған Абайдың сөзімен де күресіп отыр ғой сол тоталитарлық жүйе. Неге? Себебі Абайды насихаттаған Алаш, Абай байшыл, Абай кертартпа, Абай діншіл, Абай ескішіл деген неше түрлі Абайға кінә тағып, сөйтіп барып Абайдан алшақтауға ұмтылды. Ал біз бүгін енді Абай барған сайын биіктей береді, оны өзіміз біліп отырмыз. Осыдан тағы да енді мысал ретінде келтірейік. Осы бір жыл бұрын Абайдың мұрасы бойынша бір еңбек жаздық. Ол енді біз өзімізді абайтанушы деп таныстырғымыз келіп отырған жоқ. Абайдың 5 жылда жазған өлеңдеріне тоқталдық. 1891-1896 жылдар аралығында Абайдың 46-51 жас аралығында жазған өлеңдеріне тоқталдық. Сол кезде ең сүйікті Абайдың 72 өлең жазған екен ақын. Барлығы ақыннан қалған 223 өлең ғой. 3 поэма, 45 қара сөз, 46-шысы тарихи сипаттағы танымдық еңбегі. Сол 72 өлеңнің ішінде Абайдың өзінің арнаулары бар, Абайдың аудармалары бар, бір шумақтан тұратын өлеңдері бар. Хронологиялық жүйені бұзбай, басынан аяғына дейін қарап шыққанымызда өте бір 91-96 жылдары Абайдың Әбдірахман баласынан айырылған кезеңі осы уақыт. Абайдың Оспан бауырынан айырылған уақыты осы жылдар. Сондай-ақ Абайдың әйгілі Көзімнің қарасы секілді өлеңдері осы кезде жазылған. Абайдың әйгілі Жел үстінде жарғай деген әйгілі аудармалары осы кезде жазылған екен. Абай жалпы 40-тан кейін өлеңге ден қойды ғой. Ол ақындық мүлде Абайға тыныштық бермегеннен кейін Абай ақыр соңында қаламды қолына алып, қағазға өзінің ойларын түсірді. Абай ешқандай дүниеге мұқтаж емес адам. Мыңғырған малы бар, қаншама жаңа мыңдаған жылқысы бар. Өзінің өмірін сүріп, тыныш қана ауылында, Шыңғыстауында отыра беруіне болатын еді. Бірақ бұл жаңағы пайғамбарға келген сөз секілді Абайға келген сол даналық қазақты түзу жолға алып шығатын өсиетті сөз, қасиетті қара сөз, өсиетті өлең сөз, бұлардың барлығы ең алдымен Алаш арыстары тарапынан түсіндірілді, Алаш арыстары тарапынан мойындалды, сөйтіп насихатталды. Қазақтың бас ақыны деңгейіне Абай көтерілді. Дұрыс айтасыз. Енді Абай да, Ахмет те
оның шәкірті деп саналатын, енді барлығы шәкірті ғой алаш қайраткерлері абайдың. Аудармалар арқылы қазақ әдеби тілін байытқан реформатор тұлғалар дейміз. Ал көркем әдебиеттің әдеби тілінің ұстаруына мәдени қопарылыс жасайтын жаңа заман тұлғалары қалай туады? Қазіргі сондай қопарылыс жасайтын реформатор мықты келесі буынның тууы үшін, олардың қалыптасуы үшін қандай алғышарттар қажет деп ойлайсыз? Алғышарт демекші, 20 ғасырдың басында қазақтың әдеби тілі өте бір қойыртпақ тіл болды. Әдеби тіл дейтіндей тіл жоқ. Абайдың заманы, одан кейін ол тіл қалыптасу үшін бізде біріншіден баспасөз қажет болды. Баспасөз дейтін баспасөзіміз жоқ. 19 ғасырда жарық көрген алғашқы 2 газетіміз, оның өзіміз ресми сипатта. Ол ұлттық басылым емес, оның дізгін ұстап отырған редактор өзіміз емес. Оның не жазу керек, қандай сипатта жазу керек, нендей тәрбиелік мәні болу керек ол газеттерде. Сондықтан баспасөзіміз 20 ғасырдың басында қалыптасты да, ең алғашқы газеттерде бұл енді әдеби тіл мәселесі соншалықты жөнге қойыла қоймады. Ал енді мына Мұхтар Әуезов айтпақшы, қазақ газеті шыққаннан кейін қазақ газетін шығарып, туған елін ұйқысынан бір жағынан оятты, денесіне қан жүгіртті. Екіншіден қазақтың әдеби тілі реформаланды. 20 ғасырдың басында 1905, 6, 9, 13 осы жылдар шыққан өлең кітаптарын оқитын болсақ, басынан аяғына дейін татар, башқұрт, араб, парсы сөздері араласқан, сонда бір қойыртпақ, тіл тазалығы сақталмаған. Ешқандай тіл тазалығы жоқ, сондай бір кітаптар өте көп шықты. Тіпті Міржақыптың өзінің өлеңдерін қарайтын болсақ, Міржақыптың алғашқы шығарған өлеңдері, алғашқы шығарған жинағы, олардың барлығында бүгінгі қазақ түсінбейтін қаншама сөз бар. Ахаң болса, Ахаң бұлардың барлығына өзі ғалым адам ғой. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әдеби тілін тазалады. Қазақтың тілін тазалады. Әдеби тілдің қалыптасуына қазақ газеті өте үлкен зор үлес қосты. Қазақ шыққаннан кейін қолына қалам ұстаған біздің ақын жазушыларымыз, көркем шығарма жазған қаламгерлердің барлығы Ахаңға қарап бой түседі. Қазақ барлығына өлшем болды. Бұл жағынан алғанда Ахаң енді бір жағынан ол газетті шығарып отыр, екіншіден өзі оқу құралы, тіл құралдарын шығарып жатыр. Үшінші жағынан қазақ тіліне реформа жасап жатыр. Жазуымызды жөндеп, алғаш төте жазуымызды өмірге әкеліп жатыр. Сөйтіп қайраткерлігімен Ахаң енді қазаққа көп еңбек сіңірді ғой. Және бір айтатын Ахаңның еңбегі, мен 1920-1930 жылдар аралығында 10 жылда алаш арыстарының, соның ішінде Әлихан бастаған, Ахаң бастаған алаш арыстарының еңбегі енді қазір айтылып жатыр. Бірақ біздің пікірімізше бұны да әлі де тереңірек зерттеуіміз керек деп ойлаймын. Ахаңның өмірі патша заманында өтті, және Ахаңның өмірі кеңес заманында өтті. 20 жылы қазақ АССР құрылғанда Ахмет Байтұрсынұлы коммунистер партиясының құрамына өтіп, қазақтың халық ағарту комиссары болды. Білім және ғылым министрі бүгінгі тілмен айтқанда. Ахаң осы шегініске неге барды? Ленинмен, большевиктер билігімен мәмілеге неге келді? Ар жағында мақсат, ұлы мақсат, үлкен дипломатияға барып отыр Ахаң. Сол ар жағында ол түптің түбінде құрбандыққа кететін сезіп отыр. Бірақ жаңа 10 жылдың ішінде жазылған оқулықтар, 10 жылдың ішінде мәдени ағартушылық, біліми, ғылыми еңбек, газеттің шығарылуы, көркем шығармалардың жазылуы, аудармалар, сөздіктердің шығарылуы, театрдың ұйымдастырылуы, жоғарғы оқу орнының ұйымдастырылуы, жаңа Ташкентте деп отырмыз. Бұлардың бәрінің бастауында алаш арыстары тұр. Әсіресе мынау мектеп оқулықтарын жазу, пән оқулықтарын жазу. Бізде бұрын соңды пән оқулық дейтіндей оқулық жоқ қой. Қазіргі ғылым тілінің барлығының қалыптасуы сол 1920-30 жылдар. Геометрия, жағрафияға дейін жазылды дейсіз ғой. Психология, педагогика, химия, ботаника, физика, астрономия, осы оқулықтардың бәрінің бастауында алаш арыстары тұр. Қазір сондай ұрпақ қалыптасу үшін Әлихан бастаған қайраткерлер шетел асып кетуіне толық мүмкіндігі болды. Олар большевиктердің билігін сынады, большевиктерге сенбеді, қазан төңкерісін түсінбеді,
Ақпан төңкерісін қазақ қаншалықты қуанып қарсы алса, қазан төңкерісіне соншалықты қауіппен қарады. Ол 17-ші жылы қазанда большевиктер келген кезде, сол кездегі газеттерді оқысақ, бір жылдың ішінде ол 6 айдың ішінде мүлде қазақ большевиктерді қабылдамады. Автономиялы жұрт боламыз деп армандап отырды ғой қазақ. Автономиялы ел боламыз деп. Дегенде. Ал енді большевиктер келгеннен кейін олар қазақтың тағдыры не қылады дегенде, сонда мына татардың көсемдері, мысалы Ғаяз Исқақи, еділ татарларының көсемі Ғаяз Исқақи, ол өзі жазушы, драматург, ол шетел асып кетті. Башқұрттың көсемі Заки Валиди Тоған, ол шетел асып кетті. Ол 60 жасында, жаңағы 60-шы жылдарға дейін өмір сүріп, Заки Валиди Тоған жаңағы 70-ке келіп, 80-ге келіп қайтыс болды. Қатыралар деген кітабында біздің алаш қайраткерлерін көп жазады ғой, сол шетелде жүріп жазады ғой. Тіпті уақытша үкіметтің көсемі жаңағы Керенский, олар шетел асып кетті. Франция одан ары ақш-қа кетеді. Одан ақш-қа барып, жаңағы 89-ға келіп қайтыс болды. Ахаң мен Әлихан кетуіне толық мүмкіндігі болды. Әлиханның қаншама шетелде танысы бар. Ол бірнеше тіл біледі, барлық тілдерді біледі. Олар кетіп қалса, олар алаш идеясын сатып кетер еді онда. Күрескен, патша заманда күрескен, алаш үшін, тәуелсіздік үшін, елдік үшін күрескен идеяны сатып, қазақ елін құрбандыққа қалдырып, ары қарай мына 27-ші жылдардан бастап бізде мектеп тілі орыс тіліне көшіріле бастаған кезде, Ахаң бастаған қайраткерлер тағы да қарсы күрес бастады ғой. Ұлт тілінде болсын деп күресті. Қаншама газетте мақалалар шықты. Мектеп қай тілде болу керек деген мақалалар жарияланды. Міне осындай бір күрестің барлығы болмас еді. Біздің орыс тануымыз онда ертерек басталар еді. Жұтылып кетуіміз. Біздің жаңа пән оқулықтарымыз жазылмайды онда. Байқап отырсақ, сол үшін де алаш арыстарына біз қарыздармыз. Енді соған сәйкес осындай қопарылыс жасайтын жаңа заман тұлғалар қалыптасу үшін қандай алғышарт сонымен қажет деп ойлайсыз? Алғышарт демекші, менің ойымша, сол тұлғалардың тағдыры, тарихы терең оқытылу керек, насихатталу керек, дәріптелу керек. Пассионар тұлғалардың жалтақтай берудің қажеті жоқ. Патша заманы дүниеден өтті. Одан кейін кеңес дәуірі келмеске кетті. Қазір біз енді екінші Қазақстан деген кезеңде отырмыз. Мүмкін үшінші Қазақстан болатын шығар. Ауыса береді. Кезең ауысады, ұран ауысады. Бірақ алаш идеясы, алаш ұраны бұл ескірмейді. Қазақпен бірге жасайды. Қазақ болып сақталу үшін, қазақ мемлекеті, қазақ елі сақталу үшін біз қаласақ та, қаламасақ та, саналы түрде, бейсаналы түрде алаш жолына, алаш идеясына ораламыз. Сондықтан мен қазақты патриоттық рухта тәрбиелеу үшін, қазіргі заманда осындай бір патриот тұлғаларды қалыптастыру үшін Ахаңның, Әлиханның, Мағжанның, Жүсіпбектің, Ғұмар Қараштың, алаш арыстарының бәрін тағдырын кең насихаттап, дәріптеп. Мысалы енді Оян қазақ бәрімізге ұнады. Қандай керемет фильм түсірілді. Сондай фильмдер түсірілсін, басқа да жолдарын табайық. Бұл ретте енді формада алашты жан-жақты дәріптейік. Ол да бүгінгі жастарға тәрбие береді. Дұрыс айтасыз. Сондай бір лайық тұлғаның бірі әрине ол сіздің атаңыз Қошке Кемеңгерұлы. Ол сан қырлы тұлға десек, оның қазақ лингвистика ғылымына қосқан үлесінің өзі бір төбе. Оның тікелей ұрпағы ретінде қай еңбегі немесе қай тұжырымы қазіргі қазақ тілінің бәсекеге қабілеттілігін арттырып, бір жаңа тың леп қосар еді деп ойлайсыз? Жаңа Қошке Кемеңгерұлының мектеп қай тілде болу керек деген мақаласы бар. 27-ші жылы Еңбекші Қазақ газетінде шыққан. Ол кісі басынан Ахаңның бастаған жолын, Ахаңның шәкірті, Ахмет Байтұрсынұлының інісі, Ахмет Байтұрсынұлының тұжырымын, ұстанымын жалғастырған ағартушы, қазақтың төте жазуда қалуын қалады. Енді о заманда төте жазу қазаққа қажет еді. Бүгін заман бөлек, ғасыр өтті, бүгін енді латынға көшеміз деп жатырмыз, бұл бөлек әңгіме. Сондықтан Ахаң бастаған алаш арыстарының ішінде Қошке Кемеңгерұлы енді жалғыз Қошке Кемеңгерұлы ғана емес, алаш арыстарының қай-қайсысы болмасын, әрі пассионар тұлғалар, әрі жан-жақты әмбебап тұлғалар ғой. Синкреттік өнердің иесіндей. Ол қайраткерлер бірнеше өнерді, бірнеше ғылым саласын, әрі қайраткерлікті, әрі жазушылықты, әрі журналистік қызметті, әрі көркем шығарма жазуды сөйтіп алып жүруге ұмтылды. Қошке Кемеңгерұлының еңбектерін енді біз енді өзіміз сала маманы емеспіз, әдебиетші болғаннан кейін көркем шығармаларын енді оқытамыз, зерттейміз. Бірақ мысалы ол кісінің химия оқулығы,
1929 жылы Қызылорда қаласында, Астана Қызылорда 4000 данамен жарық көрген химия оқулығы әлі күнге дейін осы оқулық зерттелмеген. Мен енді бір ғана бір мақала білем. Қошкеннің химия оқулығындағы химия терминдері дейді. Біз қазір оқулықтарда, химия сабағындағы оқулықтарда химия терминдерін қалай беріп жүрміз? Қошке Кемеңгерұлының оқулығында қалай берілген? Ол кісінің аударма оқулық. Лебедев деген автордың оқулығын аударып, 7 жылдық мектептің 5-6 сыныптарына арнап оқулық жазған. Мысалы, ол кісінің табылмай жатқан дүниелері бар. Қазақша орысша тілмәші табылды. Орысша қазақша сөздігі жазылған екен. Ол табылмай отыр. Сондай бір дүниелерін әлде іздеу керек, табу керек деп ойлаймыз. Ішінен алып, дәнін алып, қауызын тастайтындай біраз дүниесі бар дейсіз ғой, іргелі. Жақсы, Қайырбек аға, сонымен алаш қозғалысы қазаққа не берді, жастар нені қаперге ұстау керек? Бір ауыз сөзбен түйіндесек. Бір ауыз сөзбен түйіндесек, алаш қазақты ұлт ретінде біріктірді, алаш қазақтың санасын оятты, алаш қазаққа ел бола аласың деген пікірге иландырды, сендірді. Алаш түптің түбінде қазақтың мына шекарасын межелеп, қазақ АССР-ның құрылуына тікелей себеп болды. Қазақ АССР өз кезегінде қазақ СССР-ның және де тәуелсіз Қазақ Республикасының 91 жылы Қазақстан Республикасының құрылуына себеп болды. Алаш қозғалысы болмаса, бүгінгі Қазақ Республикасы осы шеңберде, осы кеңістікте шекарасын анықтап өмір сүрмес еді. Біз қазір Біріккен ұлттар ұйымының бір мүшесі болсақ, мемлекет ретінде бұл да алаштың зор еңбегі. Жақсы, көп рахмет, құрметті Қайырбек Ризабекұлы. Біздің подкастымызға арнайы уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп рахмет. Алаш мұрасын ұрпаққа жеткізу жолындағы ғылыми ізденістеріңізге сәттілік тілейміз. Көп рахмет. Құрметті көрермен, қазақ тіл білімі мен ғылымын бірге дамытайық. Ой қозғау студиясында қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.